Досжан Үтжанов 18 жылдан бері балаларға білім нәрін беріп келеді. Қарағанды қаласындағы 92-ші гимназияда тарих пәнінің мұғалімі. Өлеңге әркімнің ақ парталас дейді кейіпкеріміз Абай атамызға жығылып. Бос уақытында өлең жазып, поэзия әлеміне сүңгиді. Түсірілім барысында кейіпкеріміз Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойы қарсаңында өткізіліп жатқан ұстаздар арасындағы жүрім шайрасына қатысып жатқанын білдік. Ұстаздық ол көңілдің ақындығы, ол ұстаз болған адам 8 қырлы, 1 сырлы болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да ұстаз ретінде осы дәстүрлі өтіп жатқан қалалық ұстаздардың арасындағы жыр жаздың жүрегімнен мүшайрасына мен 3-ші рет қатысқалы отырмын. Қалалық білім бөлімінің ұйымдастыруымен өтіп жатқан бұл шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бастау алды. 19 ұстаздың басын қосқан жыр додасы «Жыр жазамын жүрегімен» деген атау алған. Әділ қазылар алқасында Қайрат Асқаров бастаған ақындар және қаламыздың қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімдері. Жалпы ұстаздардың енді дайындығы жақсы, ақын болу міндетті болмаса да, енді ұстаздар қауымында ақын жанды болу, осылай өлең жазу деген өз басым дұрыс деп санаймын. Өйткені оқушылардың арасында да қаншама мүшайралар өтіп жатады. Сол кезде ұстазы жақсының енді ұстамы жақсы деп, оқушыларға бір кішкене болсын септігі тиеді деп ойлаймын. Биыл Оялы Абай мен әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби бабамыздың мерейтойы. Осынау маңызды сәттің қарсаңында ұстаздар ұлықталған осы бір шараның өтуі заңдылық. Алты алаш бас қосқанда төр ұстаздікі.